Машаның адам емес елес екенін білдің бе? Аю болса негізінде Машаны жеп қойған. Иә достар, біз кішкентай кезімізде көріп өскен Маша и Медведь мультфильмінің де өзінің қараңғы жақтары бар екен. Бұл мультфильмде бәрі жақсы, бәрі көңілді күйде болып жүргенмен негізгі шындығы басқа достар. Негізінде аюды бәріміз жақсы кейіпкер, яғни Машаға қамқор кейіпкерді ойлаймыз, бірақ олай емес достар. Аю негізі Машаны жеп қойған достар. Машаның негізі өз отбасысы болған. Суретте көріп тұрған екі адам негізі Машаның ата-анасы. Машаның ата-анасынан бөлек отбасында Даша деген әпкесі болғанын білесіздер достар. Көп адам ойлайды, оның ата-анасы болса неге солармен бірге тұрмайды дейді. Бірақ шындық мынау достар. Басында Маша мен Даша деген екі апалы сіңлілі туылады. Және осы уақытта ата-аналарына қаладан жұмыс шығып қалады. Қалада екі баланы асырау қиын болған соң Даша мен Машаны біреусін алып кетуді шешеді. Әрине олар Машаны жалғыз орманда қалдырып кетеді, ал Дашаны өздерімен бірге қалаға алып кетеді. Осылайша кішкентай қорғансыз жалғыз Маша орманда қалып кетеді. Маша өзімен өзі орманда ойнап жүрген кезде артынан аю келіп оны жеп қояды достар. Бәріміз ойлаймыз, неге Маша мультфильмде өте қарсық қыз деп. Және де достар, бұл жердегі негізгі шындық ол елеске айналып аюдан кегін алып жүр екен достар. Ол аюдан ғана емес, ормандағы бүкіл жануардан кегін алып жүр достар. Негізінде мультфильмде бәрі жақсы болғанымен шындығында Машадан қазір бүкіл орман қорқады. Бұған кінәлі кім достар? Әрине аю достар. Ал Дашаға келсек, ол Машаның қалай өлгені жайлы шындықты біліп қойған. Ал шындықты білген Даша таза психопат болып қалған. Оның психопат болып қалған соншалық тіпті Машамен сөйлесе алатын дәрежеге жеткен достар. Міне достар, Маша и Медведь мультфильмдегі ащы шындықты бүгін аштық достар. Осындай қазақша контентті достар қолдап кетейік. Ол үшін видеоға лайк басып, каналға тіркелгеннің өзі жетіп жатыр достар. Және комментарияға өзіңіздің пікіріңізді білдіріп кетіңіз. Келесі видео қандай болсын?